Қадірлі ағайын, халықаралық қауымдастықтан тағы бір жағымды жаңалық келіп жетіп отыр. Еуропа парламенті өткен аптаның аяғында арнайы қарар қабылдады. Бұл қарарға сәйкес жемқорлыққа қатысы бар шенеуніктерге және лауазымды тұлғаларға қатысты санкциялар қолданылуы мүмкін деген мәселе қарастырылып отыр. Жалпы Еуропа парламентінің бұл қарары мына Америка құрама штаттарымен бірлесе отырып, Ұлыбританиямен бірге отырып, демократиялық құндылықтарды ұлықтау үшін, адам құқықтарын қорғау үшін тізе қосып, бірлесе отырып қызмет етеміз, бірге күресеміз осы демократиялық құндылықтарды күшейту үшін деген мәселені ашықтан ашық қозғап отыр. Яғни Еуропа парламенті да, Еуропа қауымдастығы да, мына Еуропа одағы да жалпы алғанда демократиялық құндылықтарды қолдау үшін, соны ұлықтау үшін табанды түрде бетбұрыс жасап отыр. Сол бағытта күрестерін күшейтеміз деген мәселені қозғап отыр деп айтуға болады. Олар ашық жазып отыр. Америка құрама штаттарында қабылданған Магнитский актісін, яғни Магнитский бойынша заңды толыққанды қолдайтындықтарын жазып отыр. Соған қосылатындықтарын жазып отыр. Және жемқорлыққа батқан тұлғаларға қатысты, лауазымды тұлғаларға қатысты, ұйымдарға қатысты санкциялар қабылдау керек, оларға қысымды арттыру керек деген мәселені ашықтан ашық қозғап отыр. Неге? Өйткені мына жемқорлық пен адам құқығы деген сөз ол бір ғана нәрсе. Өйткені мысалға кез келген мемлекетте жемқорларды әшкерелейтін кімдер? Әшкерелейтін азаматтық қоғам белсенділері, журналистер, тәуелсіз саяси партияның өкілдері, оппозициялық қозғалыстардың өкілдері, ал өздерінің жемқорлығын, өздерінің ұрлығын жасыру үшін және өздерінің билікте отыруын соза түсу үшін оларды қудалайтын сол баяғы билік, яғни өздерінің мына жеп отырған ұрлықтарын, қалталарына басып отырған, мына жемқорлыққа батып отырғандығын жасыру үшін репрессивті әрекеттерді қолдайтын және қолданатын сол биліктің өкілдері. Яғни жемқорлық пен адам құқығы деген екеуі бір-біріне өте жақын ұғымдар, өте жақын бір-біріне категориялар деп айтуға болады. Сондықтан Еуропа одағының, Еуропа парламентінің қабылдап отырған бұл қарары аса маңызды құжат деп айтуға болады. Бұл Қазақстанға қандай әсері болады? Қазақстанға бұның тікелей әсері бар. Өйткені Қазақстанның билігі әлемде жемқорлыққа әбден батқан, ұрлыққа әбден батқан, белшеден батып отырған мемлекет екені түсінікті. Қазақстан әлемдегі ондыққа кіреді десек, артық айтқандық емес осы жемқорлық жағынан, жемқорлықтың фактісі жағынан. Өйткені қарап отырсаңыздар, осы 30 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан офшорларға 140-160 миллиард доллар аударылды. Яғни бүкіл қаражатымыз біздің сыртқа кетіп жатыр деген мәселені қазір жан-жақты айтылып жатыр, ондай деректер көрсетіліп жатыр. Бізде Қазақстанда тіпті ұрлыққа батпаған ауданның әкімін табу қиын, ауылдың әкімін табу қиын. Солдай деңгейдегі төмен шенеуніктердің өзі, төмен деңгейдегі шенеуніктердің өзі ұрлыққа батқан, қарлыққа батқан, жемқорлыққа батқан. Қызмет сатысы неғұрлым өскен сайын, оның қалтасы да қампая түседі, оның ұрлығының масштабы да, көлемі де арта түседі. Сондықтан Қазақстанда жемқор емес шенеунік табу мүмкін емес. Барлығы жемқор, барлығы жемқорлыққа батқан. Өйткені Қазақстанда шенеунік қызметінің өзі ол ұрлау деген сөз. Яғни сен шенеунік болсаң, ұрлауың керек, тонауың керек, қалтаңды қампайтуың керек, қазынаңды толтыруың керек, елдің байлығын өзіңнің қалтаңа салуың керек деген сөз. Міне осындай ұғымға біз әбден үйренгендігіміз, етіміздің үйренгендігі баршамызға белгілі. Сондықтан осы Қазақстан сияқты шенеуніктері жемқорлыққа батқан мемлекет үшін мына Еуропа парламентінің қабылдап отырған қарары ол Дамоклдың қанжар сияқты. Яғни мына мойынның ұшында тұрады. Сәл қит етсе, басын шауып тастауға дайын тұратын үлкен құжат. Өйткені Еуропа парламенті жайдан жай ондай құжаттарды қабылдамайды, жайдан жай ондай заңдарды қабылдамайды, ол қолданылуы тиіс, болашақта қолданылатын заңдар екендігі анық. Жалпы біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Кейбір адамдар хабарласып сұрап жатады. Неге міне осы қарар қабылданды? Неге санкция салынбайды Назарбаевқа қарсы? Неге олардың есеп-шоттары бұғатталмайды? Неге олардың ұрлаған ақшаларының барлығын тартып алмайды деген сияқты сұрақтарды қойып жатады. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек ағайын. Қазақстандағы жағдайды, елдің ішіндегі мәселелерді бізге Еуропа шешіп бермейді, Америка құрама штаттары шешіп бермейді, батыс елдер шешіп бермейді. Өзгерістің барлығын жасайтын бізбіз. Егер Қазақстанның ішінде мыңдаған адам алаңға шығып,
көшелерге шығып, наразылықтарын білдіріп, жемқорлыққа қарсы күресті қолдайтындықтарын айтып, наразылығын білдіретін болса, яғни елдің ішінде үлкен бір сондай қозғалыс болып тұратын болса, наразылықтың қозғалысы, онда Еуропа парламенті да, Америка құрама штаттары да, Еуропа одағы да бізге болсат, қоғамға көмектеседі. Олар Назарбаевтың билігіне қарсы ашық санкцияларды қолданады, сондай санкцияларды салады. Сондықтан ең бірінші кезекте біз өзіміз елдің ішінде қозғалысты күшейтуіміз керек, күресті күшейтуіміз керек, митингілерден қалмауымыз керек, алаңдарға шығуымыз керек. Мына көріп отырған ұрлық қарлыққа төзбеуіміз керек. Сол кезде мына Еуропада қабылданған, Америкада қабылданған санкциялардың барлығы міндетті түрде Назарбаевтың билігіне қарсы қолданылатыны анық.